сотрудниктерімізді, яғни официанттарды қалай қосу керек, соны көрсететін боламын. Настройкаға кіреміз, сотрудники, пользователь деген басамыз. Осы жерден добавить новый сотрудник деген басамыз. Атын жазамыз. Азамат деген ат көп болуы мүмкін. Егер сақталмай жатса, мысалға 01, 02 деген сияқты қосып жазсаңыздар болады. Мен енді Азамат 01 деген сияқты жаздым. Енді маған автоматты түрде мынау менің программаға кіретін осы логинім автоматтым жазылады. Одан кейін пароль жазам 1-ден 6-ға дейін. 6 сан болу керек. Егер пин-код қажет болса, мысалға официанттар 10 шақты, 20 шақты, кейбіреуінің телефоны бар, кейбіреуінің телефоны жоқ, бірақ моноблоктан да заказ ұру керек болса, мына жерге моноблокқа өздерінің пин-кодтарын терсе, 4 сандық пин-кодты жазасыз. Сол жерде теретін болса, өздерінің аккаунтына кіретін болады. Бірақ мен мына жерде пин-код жазбаймын. Енді мына жерде жұмыс уақыттарын таңдасаңыз болады, қай күні жұмыс істейді, қай күні жұмыс істемейді деген сияқты. Егер пин-код қолданған жағдайда мынаны міндетті түрде белгілеуіміз керек, мына жақтан. Енді сохранить деген басамыз. Уже Азамат деген бар екен. Мен енді мына жерден өзгертемін. Мысалға Азамат 03 деген өзгертейін. Окей, сохранить еттім. Енді мен официанттардың қазір қандай жұмыс атқарады, соны көрсетемін. Мына жерден басамыз. Возможность получить оплату. Егер кассадан алсын десеңіз, бұл керек емес. Кейбіреулер ала берсін дейді, енді өзіңізге байланысты. Закрытый столға доступ керек десеңіз, оны да белгілейсіз. Принять заказ, заказ қабылдайды, дұрыс. Мынау скидка жасайды. Отмена. Егер отменаны заказ бере берсін десеңіз, осыны белгілесеңіз болады. Немесе отмена керек емес десем, бұны белгілемей кетсеңіз болады. Яғни отмена жасай алмайды. Осылайынан. Жалпы осы жерге дейін, мына қызыл точкаға дейін бұл барлығы жаңа официанттардың жасайтын базовый жұмыстары. Егер дополнительный жаңағындай на вынос деген сияқты, сол сияқты функцияларды берем десеңіз, осы жерге беріп қоссаңыз болады. Мына сарымен жазылған, бұл керек емес, бұны белгілемейсіз, яғни өтіп кетесіз. Қалғандарын барлығын белгілеп шықсаңыз болады. Белгіленгеннен кейін міндетті түрде сохранить деген басамыз. Бұл бухгалтер болуы мүмкін, администратор болуы мүмкін. Осы жердегі барлық жаңағындай жасайтын өзінің тиісті жұмыстарын осы жерден көрсетсеңіз болады. Бірақ официанттарға мынандай отчеттарды көруге олар міндетті емес, сол үшін отчетін белгілемей қойсаңыз болады. Администраторларға отчетты белгілесеңіз болады. Мінекей сохранить бастық. Енді бір официантты осылайынан сохранить еткеннен кейін мына жерден нелерін көре берсеңіз болады, үлгі ретінде.